Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәмді, жұмсақ болып шығатын пиццаны бірге пісіретін боламыз. Рецепт түсіріп жатырып, записті басуды ұмытып кетіппін, сондықтан да қазір айтып өтейін. Бізге 150 мг жылы сүт, 1 шай қасық қант, 1 шай қасық дрожжи және 1 штук жұмыртқаның ағы керек. Барлығын жақсылап араластырып алып, үстіне ұнды қосамыз илегіштен өткізіп. Барлығын араластырып алып, 3 ас қасық сұйық май қосып, нанымызды илейміз. Илеп дайын болған нанымызды пищевая пленкамен бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Келесі начинкасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге 150 грамм сыр, колбаса, помидор және соленый огурцы қосамыз. Начинкасы тура менікіндей болуы міндетті емес, өз қалауыңызша қоссаңыз болады. Пиццаның соусына 3 ас қасық майонез, 1,5 ас қасық томатты қосып араластырамыз. Қолымызға қамыр жабыспау үшін қолымызды майлап, 1 сағат тұрған қамырымызды алып дайындап аламыз. Осы қамырдан мен 4 мини пицца және 1 үлкен пиццаның формасын шығардым. Өз қалауыңыз бойынша жасай берсеңіз болады. Пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Жасап дайындап алған формаларды табаға салып, соусымызды жағамыз. Оның үстіне теркадан өткізілген сырымызды кішкене саламыз. Үстіне алдын ала кесіп дайындап қойған ингредиенттарымызды, яғни колбаса, помидор, соленый огурцы барлығын рет-ретімен қойып шығамыз. Дайын болған пиццаларымызды қызып тұрған пешке 25-20 минутқа салып аламыз. Қызарып, дайын болып пісіп қалған пиццамызды үстіне сыр қосып, тағы да 5 минутқа салып аламыз. Пицца ойдағыдай дәмді болып шықты деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып, каналға тіркелуге ұмытпаңыздар. Ас болсын!